орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне қарасты. Мұхтар Әуезов кітапхана филиалының оқу залында қазақ халқының ұлы ақыны, қара сөздің хас шебері, философ, қазақ әдебиетінің іргетасын қалаған алғашқы классигі Абай Құнанбаевқа арналған әлемге танылған Абай атты кітап көрмесі ұйымдастырылды. Басты мақсатымыз Абайдың дүниетанымын және оның рухани мұрасын жастарға кеңінен насихаттау. Көрмеде Абайдың өмірі мен шығармашылығы, еңбектері мен танымал тұлғалардың ақын туралы жазылған мақалалары ұсынылған. Ұлы ақынның өлең жинақтары, қара сөздері, хикмет кітаптары қойылған. Сондай-ақ кемеңгердің өмір жолы шығармаларына арналған ғалым жазушылардың көптеген зерттеулері мен еңбектері де бар. Абайдың әдеби эстетикалық мұрасы қазақ халқының ұлттық мақтанышы. Көрнекті ақын және ағартушы Абайдың бейнесі әдебиет, музыка және бейнелеу өнерінде сақталған. Еңбектері әлем халықтарының көптеген тілдеріне аударылған. Абайдың шығармалары арқылы дұрыс тәрбие беруді мақсат тұтып отырмыз. Кітап қорына түскен барлық жаңа басылымдар осы көрмеден орын таппақ. Сондықтан да көремін, Абайды зерттеймін, тереңірек танимын деген барлық оқырманға кітапханамыздың электрондық, яғни Facebook, Instagram парақшаларын онлайн түрінде көріп, электрондық кітаптарын жоғарыдағы сілтеме арқылы оқып біле аласыздар. Назарларыңызға рахмет.